Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Өткен бір заманда бір патша базардан екі құл сатып алыпты. Құлдарының бірі сыйықсыз, тістері шірік әрі аузы сасық екен. Ал екіншісі болса, келбетті, маржандай тістері бар, әрі аузынан хош иіс шыққан жағымды адам екен. Патша келбетті құлын сыйға бөлеп моншаға жіберіпті. Аузы сасыған екінші құлды қасына шақырып, сені ұнатып ақ едім, бірақ ана моншаға кеткен досың сен туралы көп жаман нәрселер айтты. Сен де қаласаң, маған оның жаман тұстарын айтып бер, деді. Құл болса, жолдасына шаң жуытпай, ол туралы еш жаман сөз айтпайды. Патша қалай тырысса да, мақтаудан басқа ештеңе айтыра алмапты. Екінші құлы моншадан қайтып келгенде, патша оны да сынамақ болып, қасына шақыртты. Біраз мақтау сөз айтқан соң, ана досың айтып берген жаман мінездерің болмаса, жап-жас жақсы жігіт екенсің, депті. Сөйтсе әлгі ашуланып, жолдасы туралы қайдағы жоқты айтып, жамандай бастайды. Патша біраз тыңдаған соң, доғар сөзді, кімнің кім екенін енді білдім. Сен жамандаған жолдасыңның аузы сасыса, сенің ішің сасыған шірік екенсің. Бар, сол жамандаған досыңның қол астында жұмыс істейтін боласың, депті. Видеомызды өткізіп алмау үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Қош сау болыңыздар.